Kutlamayız mı Aycan? İyisini uyuyorsun, hava cebinde bir tutar mı? Bıraksın balıklı yunu. Yürüyün hadi. Bu neydi o? Toz kancaman. Çetimle gile. Çoğul caman.
Bana gelecek muzgat. All of the
сырын сезінген көз моншағын көргенмін ой ой жанайым бақытыма балайым ой ой жанайым бақытыма балайым жан дүниеде жадыратып мәңгі бірге болайын жан дүниеде жадыратып мәңгі бірге болайын ой ой жанайым бақытыма балайым ой ой жанайым бақытыма балайым жан дүниеде жадыратып мәңгі бірге болайын жан дүниеде жадыратып мәңгі бірге болайын Дамы и господа деп бастайтсың, арғатай тіліміз келмей сондықтан сәлем сөздің анасы болалайтын, мұны қазақи жерден бағалайтын, армысың, аманмысың, алаш елі, асабаға көз алартып қарамайтын, алаш туын төрде туырлықтып, жайлаудың ең жақсысын жағалайтын, сұңқарларын қайырмай қанатынан, тұлпарларын күмістеп тағалайтын, өз қыздары жоқ қылығы сүйіндірмес, ұлдары жоқ кәдеге жарамайтын, өздері әзілдес сөз сөйлесе, сөздері сүйегіңді жаралайтын, 30 күнде ортаймаған ойын салып, 40 күнде қызығы тарамайтын, той дегенде қубасы домалайтын қазақ елі, ассалаумағалейкум. Бәрекелді, ағайын, мен өзіңнен пәстір алман, жігітем жастайымнан тас жарған, армысың, аманмысың, ағаларым, жүзін диман, қолыңа таспей қалған, бар мекен ағалар мен жеңгелерім, жаралған сонау отырған қос шынардан, мен білетін дулаттың ұрпақтары, қойға мініп жүріп ат қасқыр алған, бұлардың өздері де жақсы емес пе? Бабалар болған соң жақсылардан, күй сарнатып жіберейін күй тақтайдан, мен мақтасам дулат елім, қалай ғана бол соқпайды. Дулаттың бағырпағы жиналғанда жиылып қонатығын үй таппаған, сауысқандар саңқ етсе қипақтаған, арыстандай жауына сипатпаған, арыстандай жауына сипатпаған, аман болсын дулаттың ұрпақтары. Бәрекелді ағайын, жүздерінен көріп шаттық арайын, болсын солай әрбір күнің арайын. Тойларыңыз құтты болсын атана, тойларыңыз құтты болсын ағайын. Таусылмасын ағытылсын ой кеші, туысқандар қысылмастан сөйлеші. Ақ тілекті ағытып бір тастайып, бүгінгі той Құрбанкүл апамыздың 60 жастық той кеші. Ардақыда ағайын, біз дәстүрінен аттамаған халықпыз, ендеше бүгінгі тойымыздың алғашқы беташарын дастарханға бата алып, тойымыздың өрбуін жалғастырайық. Ендеше дастарханға бата беретін Құрбанкүл апайымыздың құдасы Мірәппар кісіден үлкен құрметпен дастарханға тойымыздың алғашқы бет пердесін ашуға бата сұраймыз. Ассалаумағалейкум ағайын туған жежаптар. Жүрген жеріміз нұр болсын, бастан ізбігі болсын. Ағайын туған жежат құдалар, тілегіміз әрқашанда бір болсын. Бұл тағдыр ең алдымен бақыт берсін, бақыт берсе баян уақыт берсін. Мына жайған дастарханымыз дәл бүгін емес, келешекте үлкен қуашты жасқа жайыла берсін деп тілеймін. Әуелен бәрекелді ағайын, барлықтарыңыз шет-шеттен ат терлетіп, темір тұлпар терлетіп келіп отырсыздар. Барлықтарыңызды бірден жағаларыңыздан алып, ақ тілек айтынына сүйремей қойып, барлықтарыңыз әсем әннің аясында шамалмен өздеріңіз тынығып отырыңыздар. Арғатай тойымыз сосын жалғастырамыз. Ендеше әсем әннің аясында бір-бірлеріңізбен шүйіркелесіп, жақсы әңгіме дүкен құрып отыруларыңызда әбден рұқсат. Қарасаз ауылындағы Алтынсарин көшесінде номер 25-ші үйде өз еркіммен дүниеге келген Сабырақын Қадыржан деген балаларыңыз болам. 1995 жылы 17-ші наурызда дүниеге келдім. Мен түріме қарап кім деп отырған боларсыздар? Мен қазақпын. Мен қазақпын, асаудың оқталаған, ала жібін өзгенің аттамаған, күй тербесе жанымды жыр әлдилеп, нұрын көгер, аспаннан қақта қалам. Досқа адал, көңілім бар айнадайын, қанағатшыл халықпыз барға дәйім. Мен қазақпын, кең құшақ жаны жомар, қонақ келсе толтырар тайғазанын. Мен қазақпын, жаралған дара туған, қуат алған қыранның қанатынан, Райымбек бей бабаның ұрпағымын, мұзбалақпын, қыраннан жаратылған.
Мен қазақпын, жауына бас ұрмайтын, алмас қылыш тілім бар тосылмайтын, арым үшін садаға жаным дейтін балақтан жау, бастан сөз асырмайтын. Еркін елмін, бұл күнде тыныстаған, адал жанның бәрі де туысмаған. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, от боп жанып қызыл шоқ уыстаған. Керекетпен мақтау сөз жалпылдаған, керек емес шеншекпен алтындаған. Көрсем болды жайнаған халқымдаман, көрсем болды жұлдызын жарқылдаған. Бәрекелді ардақтаған, ел білетін қазақтың туысымыз, Райымбек баба алдаспан қылышымыз, жылап келіп өмірге жылап қайтқан Мұқағали ақынның інісіміз, тармақталып тамыры кеңге кеткен осындай даналардың бір ұшымыз. Тойға деген ағайын әрқашанда арыта берсін береке, ырысыңыз. Бәрекелді, ендеше құрметті де ардақты ардағайын, бүгінгі тойымызда беташар сөзін Аспан таудың аясындағы Алатаудың бөктеріндегі Алматыға келіп бүгін қуанышымызға қатысып отырған жаңа Құрбанкүл апамыздың құдасы Мірәппар кісімен Құрбанкүл апамыздың әпкесі Мираш атты құрметті қонақтарымызды үрмекпен, дүрмекпен, қошемет, құрметпен асабаның алдындағы ақтілік айдынына шақырамыз. Қанекей құрметті қонақтар өздеріңіз келіп, алақандай жүректеріңізге сыйдырып берген Аспан тауда тілектеріңізді бүгінгі қуаныш иесіне арнасаңыздар екен деп отырмыз. Ендеше Мірәппар ата, Мираш апайымыз, келіңіздер. Бәрекелді, ендеше құрметті қонақтар, өздеріңізде. Құрбанның құлағы құтты болсын алпыс жастық мерекең, арқа бесін берекең, пейіліңе сай, міне отырған дастарханың кең екен. Менің бір қанам жоқ қылшықтай, мен есі ұшықтай, кетпеше құрбан қыз, сен жотасында бір шықпай. Құрметті қонақтар, Рахмет. құрметті қонақтар, інілерім, сіңілерім, құда бала, құдаларымыз, мына сіңілімнің 60 жасқа келгеніне келіп отқандарыңызға рахмет. Құда қаласа Алланың берген жасын жасасын, бауырым. Бедал көрмеген қызықты сөйлем көремес деді. Басқайда жоқ. Көңіліңізді босатпаңыз, бүгін той, бүгін қуаныш, ардақты ағайын алып келген подарок сыйлықтарыңыз алақанның уысында, қалқаның қуысында қалып кетіп жүрмесін. Ендеше құрметті қонақтар, өздеріңіздің жайлауын орындарыңызға жайғасуларыңызға әбден болады. Құрметті ағайын, құрметті тойшылған барлықтарыңыз отырған орындарыңызды төр деп біліңіздер. Бүгін қуаныш, бүгін мереке, бүгін той, барлықтарыңыз көңіл күйлеріңіз жақсы, көтеріңкі болсын. Ендеше бүгінгі қуанышымызға келіп отырған құрметті қонақтарымыз Құрбанкүл апамыздың жеңгесі, әрі шешесі Гүлсім апайымызбен ол кісінің жан жұбайы Мырзатай кісіні және Әбдірасыл Сырлыбай атты құрметті қонақтарымызды үрмекпен, дүрмекпен, қошемет, құрметпен асабаның алдындағы ақтілік айдынына тағы да шақырамыз. Қанекей ат аталған құрметті қонақтар, осы жерге билеп келіңіздер. Жақсы ниетпен келген қонақ билеп келеді. Жаман ниетпен келген қонақтармен сүйреп келеді дейді. Ардақтаған жақсы ниетпен келгендеріңізді біліп билеп келіңіздер ортаға. Ал, құрметті қонақтар, бойға қараймыз, ойға қараймыз, объем. Бәрекелді. Құрбанкүл құтты болсын.
Өзімізді білмей алпысқа келеміз. Кеп қалыппыз, сөйтіп кетіп жүрміз. Тағы жасай бер. Немерелерінің рахатын көр. Тағы тойларға шақыр. Тойларға барайық. Жүрген жеріміз бірақ. Өңкей осылай тойлап жүр. Әбдіғани, Елмира, мамаларыңа жасап атқан тойларың құтты болсын айналайын. Қайынсының 60 жасқа келгенің құтты болсын. Құдайдың берген жасын жасай берген. Немерелеріңнің, қызығын көріп, балдарының қызығын көріп, шауып ойнап күліп жүре бер. Әрдайым осы үйге тойға келейік. Әбдіғанин дастархан әрдайым тойға жайылсын, той болсын. Бұлар да бақытты болсын, балдардың рахатын көрсін. Рахмет. Дауысым қырылып қалды бүгін. Осылай судың кесірі ғой бұнда. Қуаңым бар дейді. Жейже, туылған күніңіз құтты болсын. Рахмет айым. Енді қазақша айтқан уақытта адам баласы дүниеге келгенде де ештеңе алып келмейді, кетерінде де ештеңе алып кетпейді. Артымызда қалатын ешкімнің таласы жоқ нәрсе ол бізден кейінгі ұрпақ. Оған ешкім таласы жоқ. Міне қуанышымыз осылар, бақытымыз осылар. Міне жаңа әпшем менің бауырым есімін айтып шығып қалды ғой, енді әркімнің өлшемді өмір ол. Қане енді қолымызда келсе алып жібермес едік қой енді. Әкемізді де бермесек, шешемізді де бермесек, бауырымызды да бермесек. Әрине өлшемді өмір. Ал енді мінекей сол ағамыздың көрмеген қызығын сіз көріңіз. Мінекей мына орында бар оңалар дейін, мінекей бауырым Елмира, мінекей Әбдіғани, осылар өсіп келе жатқан ол қыздарын, солардың тойларының басында басшы болып, міне достардың қызығын көріңіз. Солардың қызығына тоймай бізде келе берейік енді. Алматыға қарсасақ та келеміз ғой, той болса. Ал енді мен жеже толық айтамай қалдым. Мына екеуін әдейі әкелдім мен. Алматыда жүрсіңдер ғой енді. Мен ауылбайсықты сөйлеймін, бұлар қаласықты сөйлейді де. Сондықтан берейін мен. Мамам, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Алға қойған ізгі ниеттеріңіздің бәрі орындалсын. Немерелеріңіздің рахатын көріңіз. Әлде осылардың тойларына қатысып шөбере сүйіңіз. Бүкіл өмірдегі бар бақытты тілеймін. Рахмет. Мама, сіздің бүгінгі туған күніңізбен сізге зор денсаулық, өмір жайында бақыт тілеймін. Осы балаларыңыздың, өсіріп отқан ұл-қыздарыңыздың қызығын көре беріңіз. Біздің бақытымызға аман болыңыз. Үйге барған кезде осы күліп қарсы алып, күліп шығарып салып, әрқашан ақылыңызды айтып жүресіз. Тек қана бақыт тілеймін, өйстіп күліп ойнап, сөйтіп біздің алдымызда жүре беріңіз. Бәрекелді, құрметті қонақтар, дәл сіздердің үйлеріңізге де дәл осындай той, дәл осындай қуаныш тілейміз. Бұдан да жақсы тойларда барлықтарыңыз өйстіп тағы да бас қоса беріңіздер. Ендеше шамалы көңіл көтеріп, сіздердің құрметтеріңізге тамаша бір би қойылады. Билеп жайыл орындарыңызға, жайғасуларыңызға әбден болады. Әнекей. Бүгін той бүгін қуаныш көңілдеріңізді көтеріп, билеп қойыңыздар. Ең алғашқы махаббат басталады бартадан. Күнде таза көңілі қардай аппақ парақта. Ең алғашқы махаббат басталады сабақта. Күнде таза көңілі қардай аппақ парақта. Ең алғашқы махаббат басталады сабақта. Sen demeyim sen meyle. Ең алғашқы махаббат бірін-бірі көрмейді. Айталмас ем ерте деп, айталмас ем кеш деп мен. Ең алғашқы махаббат
басталады мектептен. Айталмас ем ерте деп, айталмас ем кеш деп, ең алғашқы махаббат басталады мектептен. Бәрекелді құрметті қонақтар, өтіңіз жайларына. Бүгінгі ұлт мереке сіздерге мейрамың құтты болсын болашақта. Сенің анаң алды, менің анам алды, ұлғыра бер қарындасым мамам болып шалдың. Ақшың келер әнім, сұлу қылсақ әнім, ағаларды құттықтап қолдығынан бәрін. Сенің анаң алды, менің анам алды, ұлғыра бер қарындасым мамам болып шалдың. Ақшың келер әнім, сұлу қылсақ әнім, ағаларды құттықтап қолдығынан бәрін. Пайғамбарда уламады, Hazretin аруана қынамады, Сабасы тіршіліктің адамады, жар болған анесімді бір ағады. Сенің анаң алды, менің анам алды, ұлғыра бер қарындасым мамам болып шалдың. Ақшың келер әнім, сұлу қылсақ әнім, ағаларды құттықтап қолдыңдар бәрін. Сенің анаң алды, менің анам алды, ұлғыра бер қарындасым мамам болып шалдың. Ақшың келер әнім, сұлу қылсақ әнім, ағаларды құттықтап қолдыңдар бәрін. Менің анам алды, менің анам алды, ұлғыра бер қарындасым мамам болып шалдың. Ақшың келер әнім, сұлу қылсақ әнім, аналарды құттықтап қолдыңдар бәрін. Сенің анаң алды, менің анам алды, ұлғыра бер қарындасым мамам болып шалдың. Ақшың келер әнім, сұлу қылсақ әнім, аналарды құттықтап қолдыңдар бәрін. Аналарды құттықтап қолдыңдар бәрін. Құрметті ағайын, жаңа сөзімді айтып кеткендей, мен сонау Райымбек ауданындағы Қарасаз жерінен өздеріңіз көпшіліктеріңіз білетін шығарсыздар. Қарасаз жерінде Мұқағали Мақатаев дүниеге келген. Сол Мұқағалидың өлеңдерін тыңдап жүріп, Мұқағалидың өлеңдерін кітаптарын басымызға жастап жүріп өстік. Ендеше ардақтайын ағайын, сол Қарасаз жеріне келіп тұрып сіздерге Мұқағалидың бір өлеңін оқып бермей кетсек біз үшін айып болады. Ендеше Мұқағали Мақатаевтың бір жақсы өлеңін қабыл алыңыздар. Мұқағали Мақатаев, өмір деген. Бірде олай, ауытқып бірде болай, бір байланға келе алмай жүргенім ай. Таулы аймақтың ауасы секілденген, аумалыда өтпелі күндерім ай. Аяз қарын, аптаптың шандыры ай, бірі шаттық бірі мұң қалдыры ай. Не туары белгісіз жүкті әйелдей, не болары белгісіз тағдырым ай. Өз-өзінен, өзегім өртек байланбады. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күнді, қиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай,
Өмір деген көк аспанның күркірі, пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір деген ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезінде сусыныңды тандырсаң болғаны. Мына күнде, мына аспанда қаламау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлемін деп қарамау. Jatarımda, keler getir asırlar, keler getir. Gözüm yılda öter asırında. Keler bak, rötçe ölüm getir, sizler ölüm getirin. Құрметті ардақты ардағайын, алдыңа қайта келдім қалың қазақ, заманы болып жүрген залым ғажап. Ешкіде еміс-еміс еркелейсің біреудің бағындағы талың ғажап. Аулаңа бөтен мал кіріп кетсе, өлтіресің қолап жүріп айыр қадап. Анда-санда бүйрегі бүлкеткенмен, негізі біздің қазақ бауырмалақ. Бәрекелді. Ендеше ардақтағайын, оразалы дос болсын бағамыз айтып кеткен екен. Жігітті біз секілді ақын дейді, айтылған әрбір сөзін ақыл дейді. Ол іштегі қыздарға сөзімді айтсам, қаш енді атам келе жатыр дейді. 20-дағы қыздарға сөзімді айтсам, қыдырды көп қызыққа батыр дейді. 25-тегі қыздарға сөзімді айтсам, алдымен ресторанға шақыр дейді. 30-дағы қыздарға сөзімді айтсам, ақшан жоқ қалдан десіп ақыр дейді. 35-тегі қыздарға сөзімді айтсам, ойпырмай, ойланбастан мақұл дейді. Жылдармен жылжып жүре берсең, 40-дағы қыздарды қапын дейді. Алдыңдағы асыңды тартып жейді. Оралыңның барында ойнада күл, қарны тоймас қара жер, ақыр жейді дейді екен. Ендеше ардақтағайын, көңіл көтеріп отырыңыздар.
Құрметті қонақтар, құрметті тойшыл қауым, барлығымыз күткен құрметті қонақтарымыз да өзіміздің бүгінгі қуанышымызға келіп қосылды. Ендеше құрметті қонақтар, кішкене сөз тыңдасаңыздар, осы тойдан кейін ертеңгі күні 3 апамыз жолығады, құрметті қонақтар. Бірінші апамыз тұрып айтады, кешегі тойдағы дастархан жақсы болыпты деп. Екінші апамыз айтады, кешегі тойдағы дастархандағы тамақтары жақсы болыпты деп. Үшінші апамыз отырып айтады, шынымен де кешегі тойдағы асаба қалай болды деп. Сондықтан құрметті қонақтар, ағын судың іртігі болмайды, балықтың кірпігі болмайды, негірдің ақсарысы болмайды, алқаштың жас кәрісі болмайды, қыздардың мини юбкасының ауы болмайды, кемпірлердің мәсісінің бауы болмайды. Асабаны жақсылап тыңдап отырсаңыздар, той иесінің асабаға дауы болмайды. Сондықтан құрметті қонақтар, сөзге қонақ беріп, сөзге төркін беріп отырайық. Естілмеген сөз жетін дейді. Ендеше барлықтарыңыз көңілдеріңізді маған бұрып, сіздер тілек аударған, тілек сөйлегенде біз сіздерге көңілдерімізді аударамыз. Сондықтан барлығымыз сіз бізде тыңдасып, осы тойды көңілді өткізіп жіберуге ат салсайық. Ал бәрекелді құрметті қонақтар, алыстан осы бүгінгі қуанышымызға барлық кісілер келіп қосылды. Ендеше ардақты ағайын, асабаның алдындағы ақ тілек айдынына мына құрметті қонақтарымызды шақырып, алақандай жүректеріне сыйдырып келген аспан таудай тілектерін тыңдағымыз келіп отыр. Ендеше ол құрметті қонақтарымыздың есімі Құрбангүл апамыздың сіңілісі Гүлданай мен інісі Мұхан атты құрметті қонақтарымызды осы жерге құрметпен, үрмекпен, дүрмекпен, қошемет, құрметпен шақырсақ деп отырмыз. Қанекей, құрметті қонақтар, келіңіздер. Келіңіздер, құрметті қонақтар, мына жаққа келсеңіздер, мына жақтан, ана жақтан, екі жаққа тең ортасына келіп отырсаңыздар. Құрметті қонақтар, мына жаққа келіп осы жерге келіп сөйлесеңіздер екен деген ниеттеміз. Ал құрметті қонақтар, микрофон өздеріңізде. Мына құрметті қонақтар, сіңісі деп қалмаңыздар, әпшем. Мына біздің әпшеміз бүгін 60 жасқа толып қалған екен. Мына туған күніңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Мына немерелеріңіздің алдында ойнап күліп жүре берсін. Мына ұлыңыз Әбдіғани, Бауыржан ұлы дендері сау болсын, осы апаларының алдында ойнап күліп жүре берсін. Әпкеміз мына немерелерінің алдында дені сау болып, осылардың бақытын көріп жүре берсін, дендері сау болсын, бақытты болсын. Рахмет Әбдіғани саған. Апаңа той жасап беріп атқаннан көптен көп рахмет Айданай. Әпше, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Құдай қаласа, балдарыңыздың, қыздарыңыздың, немерелердің бәрін қызығын көріңіз. Өмірде ешқандай қиыншылық көрмеңіз. Үйлеріңізде тек қана жақсылыққа тойға келейік. Барлықтарыңыз үйлеріңізде осылай той болсын, жақсылық болсын. Мұны жаңа әпкеміз айтып жатыр ғой, Ұлған әпкеміз, соның сөзіне қосыламын. Мына Әбдіғани Елмираға рахмет көп-көп. Сізге той жасап беріп отқанына. Бауыржан Гүлмираға да рахмет. Осылардың арқасында әйтеуір. Аман болыңыз, жақсылық болсын. Әпшеме деген подаркым бар еді, соны беріп рұқсат етіңіз. Бәрекелді, беріліп жатқан конверттер жұқа болады, жұқа болғанмен ішінде бұқа болады дейді. Ендеше құрметті қонақтар, сіздер бүгін той, сіздердікі барлықтарыңыз көңілдеріңіз көтеріп, билеп әсем әннің аясына билеп орындарыңызға жайғасуларыңызға болады. Ендеше сіздердің құрметтеріңізге құрметті қонақтар, тамаша би. Апай, топай, би. Akşenge vakıttıra Körünüsün kömürde aşırına Seni görmeni kim bakıttıra Körünüsün kömürde aşırına Seni görmeni kim bakıttıra Arasın kıymasın cana
солай қимасым жанашырым бағасым тұттым оташым сенің сылы сәтіңді аңсадым ғой тағында да ақмаржан тағында да ақмаржан талашырым Бәрекелді. Құрметті қонақтар, өздеріңіз жайлы орындарыңызға жайғассаңыздар. Құрметті қонақтар, орындарыңызға жайғассаңыздар. Тұрып жүрген кісілер, мен сіздерге мешат етіп жатқан жоқ шығармын, не? Сіздер тұрып жүргендеріңіз маған қатты мешат етіп жатыр. Ал ендеше, құрметті қонақтар, нағыз жылан емес, нағыз жылан кобра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Қазіргі мына хип-хоп пен жаздың, поп пен рэптің заманында қазақтың қара домбырасының арқасына асынып, қазақтың азаттығын мақтанып жүрген жаңағы шатты ұлдарымыз сіздерге қазақтың қара домбырасымен тамаша әуелет бір ән салмақшы. Ендеше құрметті қонақтар, құлақтарыңыз әнде, ауыздарыңыз дәмде, көңілдірек отырыңыздар. Құрметті қонақтар, мына бала қазір микрофон сізден айтады, сондықтан құрметті қонақтар естілсін деп сіздер тыныштандырмақ болса әсем әнді тыңдасын деген үмітте болған. Ендеше ән кезек әнде. Шабыттан екен. Sağındım sen o seni şaya Ova dura öngele kendi bulsa hadi bol Zeynep
Haziba, sağındın sen o. Şarkılarınızda soğuyunuzda şapkalarını için vereyim. Güzel bir şey çok olur rahmet. Алайша құрметті қонақтар, ақ тілек кезек өздеріне келіп отырған, өздері сеніп отырған бүгінгі тойымызға келіп отырған құрметті де ардақты қонақтарымыздың тізімдерін тағы да атағым келіп отыр. Ендеше бұл құрметті қонақтарымыз Құрбанкүл апамыздың құдасы, Кәрі атамыз және Раушан апайымыз және Бағдат аға, Назира дәде және Райза аға және Шолпан атты құрметті қонақтарымызды ортаға шақырмақшымыз. Ендеше бұл кісілер әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар кісілер. Ендеше құда, жаңағы кәрі құдамыз өмір бойы КамАЗ айдап, өмір көрген, жол көрген, дала кезіп, ел көрген құрметті де қадірменді кәрі атты құдамызды асабаның алдындағы алаңға шақырамыз. Және мына Раушан атты құрметті қонағымыз жаңағы Мойынқұм ауданының мәдениет үйінің директоры, өзіміздің желтоқсан құрбаны Қайрат Рысқұлбектің ауылынан келіп отыр екен. Ендеше жаңағы Бағдат ағамыз, Назира әпкеміз және Райза және Шолпан атты құрметті қонақтарымызды асабаның алдындағы ақ тілек айтуына үрмекпен қошемет құрметке шақырған қанекей құрметті қонақтар, аттарыңыз өзіңіздегі мәлім таныс аттар болып жатса, осы алаңға келіп тілектеріңізді білдірсеңіздер қонақтар. Құрметті қонақтар, мына жерде жаңағы құдамыз кәрі кісінің үлкен званиясын айтып кеттік. Ендеше мына жерде Раушан атты құрметті қонағымыздың да өзінің жеке есіміне тән атақтарын айтып кеттік. Және мына жерде отырған Райза атты құрметті қонағымыз да үлкен білдей бір фирманың күзетшісі, сол жердегі барлық нәрсені тек осы кісінің қолында, осы кісі барлығына қарап отырады. Ендеше осы әрқайсысының жеке ерекшелігі бар құрметті қонақтарымыз бүгінгі ерекше тойға ерекше тілек, ерекше ықыласпен келіп отыр. Ендеше құрметті қонақтар, сіздерге де ерекше құрметпен, ерекше микрофонмен ерекше сөз беріледі. Ал құдағи, мына туған күніңіз құтты болсын. 60 жасыңыз құтты болсын, тойыңыз құтты болсын. Мына тойдың өзі мына кейін жасырмады, қуанышта бас қосып беріңіз, жасыңыз ұзақ болсын, Сәкеннің сәлем берсін, Абайдың әнін берсін, Жамбылдың жасын берсін. Жасарып жүре беріңіз, құдағи. Бұл өзіңіз әлі жассыз. Кәрілікке қимаңыз, әлі қайда? Болашағыңыздың арқасында өстіп күліп ойнап жүре беріңіз. Кең дастарханда.
Құдай туғаныңыз құтты болсын, еліңіз сау болсын. 60 жасқа 60 жас тағы қосамыз. 120-ға келіп, немере шөбере көріп, соның қызылына тоймай жүре беріңіз. Әрдайым үйлеріңізде қуаныш жақсылық болыңыз. Құдағиымнан туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, осы дүниедегі бар жақсылық сізге тілеймін. Балаларыңызға рахмет, осындай сізді құрметтеп, қошеметтеп, осындай тойдымалық жасық беріп отқанына, олардың қызығына тоймай жүре беріңіз. Ал құрметті тойшы қауым, міне бүгін өзінің кішкентай бір тойханасында кең пейілімен, кең жүрегіменен, шын ниетіменен, өзіне етене жақын ағайын туыстары мен бауырлары менен міне бүгін осындай кеш өткізіп отыр. Мынау әйел адамның жасы сұрамайды дейді. Біз Құрекеңді 60-ға келді деп тұрғамыз жоқ. Құрекең 18-де сияқты. Негізі 60 дегенді тал түс дейді екен қазіргі заманда. Бұрынғы заманда 60-дағы апаларымыз кимешек киіп, ең киіп, таяқ сүйеніп жүретін. Кім 60-та деп айтады? Міне бұл кісі 18-де. Осы кісінің 60-ына жақын көрініп тұр, біздің ауылда да сол 60 жақындап қалды. Құда қаласа, сол 60-ға келмегендеріңіз, барлықтарыңызда келіңіздер. Осындай бір тойда тілек айтуға шыққан кісілер жүз келгеніңіз десе, тыңдап тұрған той иесі айтқан екен, мыналардың бәрі 100-ді айтып, 100-ден ары қарайғы санды білмей ма деп. Мен құдағиыма 100-ден ары қарайғы сандарды тілеймін. Аман болсын, ала-шағасының қызығын көрсін. Мына Ардағани мен Бауыржан, Гүлмира мен Елмира көзінің ағымен қарасындай, одан өрбіп атқан мына кішкентай немерелерінің, шөберелерінің қызығын көрсін. Менің үлкен Қызай деген апам болған 90-ға келіп немене көріп кеткен. Сол кісі немене көрген кезде елдер ол кісінің бетін сүртетін бет орамалын не дейін теберіп қып алған. Міне сол кісілердің жасын берсін. Міне бауырларыңыз сонау алыстан ат арылтып кеп отыр, бізде түнде түнімен той тойлап еді. Кірпік ілмей азаннан бері қарай шығып, қайтсек те Құрекеңнің тойына жетейік, қуанышына ортақ болайық деп, сонша жерден келіп отырмыз. Балаларыңның ортасында бақытты бол, ағайынның ортасында беделді бол. Ауырма, бізге Құрекеңдей құдағи керек. Мына балаларға шалда ене болып жүреді, енді бүксінді алып кеттім, енді бір мезгіл бас көз болып, балаларға ақылыңды айтып, халқыңның, еліңнің, ағайынның ортасында кәртеймей жүре бер. Біз бала-шағамызбен бәріміз бірігіп, ортақ бір дүние алып ек, оны балалар тақсын. Мен өзім бұл кісіні кәриялығына жетсін деп, ақ жаулығыммен желеткемді жабайын үстіне подаркымды. Рахмет сізге, рахмет. Бәрекелді құрметті қонақтар, сіздердің құрметтеріңізді тамаша бір би қойдан ішімейді көйлексең
бәрекелді. Құрметті қонақтар, тамаша билеріңіз үшін көп рахмет. Ендеше өздеріңізді жайлы құрметті қонақтар, төл орындарыңызға жайғасуларыңызға әбден рұқсат. Мұқағали ағамыз айтқан екен, өмір дейтін тайғанақ мұз айдында, шырлап кетем алдымен жылаймын да. Сөредегі кермені кесіп өтсем, маған әлі жетпейді Құдайдың да. Мұң мен зарға ондайда шаңғап тұрам. Қайғы дейтін қайғыңды қанжап тұрам. Ұры уайым тиер деп қай жағымнан, секем алған киіктей аңдап тұрам. Аттай жүріп, өмірдің баспалдағын, бірі менің қайғыдан қашқан жанның. Көзім жасын көлетсем сөнер мекен, көмейімде лапылдап шашқан жалын. Жоқ, сөндірмен жыламаңда, қуаныштан мұң жуық тірі адамға, дариясы өмірдің шайқалмайды. Бұл жерде қызмет еткен подполковник Нұрман Көке атты құрметті қонағымызды және Гүлшахан апамызды және Зайдин атты ерекше бір қонағымызбен бақытты атты құрметті қонақтарымызды осы асабаның алдында қаланға ақ тілек айдында шақырамыз. Әнеке құрметті қонақтар, аттарыңыз өздеріңізге мәлім, өздеріңізге таныс болып жатса, осы араға шықсаңыздар екен дейміз. Мерейтой дейді ғой, мерейтойың толсын. Алла саған ұзақ өмір берсін. Амин десін. Кәсіп ұзақ болсын. Мынау бауырым Ардығайын қайда? Дәмін істеп жатқан саған рахмет. Енді бұл жерде сен өзің жігіттігіңді көрсеттің. Негізінде қазақтың көбісі олай көршілерін не қылмайды. Олай құрметтемейді. Бірақ сен қауын жігіттері жақсы көреді. Қауын деген атыңды ақтадың жаңағы. Жақсы, молодец, рахмет бауырым саған. Көп жаса. Құрметті қойшылар, ассалаумағалейкум. Келген адамдарыңызға гүл бітсін. Ал бүгінгі енді құрбан күні